Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің тіршілігім капустаны тұздаймын. Қазір жегенге жай. Бұған керек заттар қазір көрсететін боламын. Ал оған керек заттар міне сәбіз, қара бұрыш, лавровый лист, гвоздика. Гвоздика міндетті емес, енді менде бар болғаннан кейін қосайын деп жатырмын. Аскөк кімге қалай ұнайды? Менде укроп пенен петрушка, тұз, қант, уксус, кішкене сұйық май, қызылша, қызыл болгарский бұрыш и капуста. Мен капустаны былай аса майда емес, аса әрі емес қылып былай турап қойдым. Бәрін ажыратып осылай турап қойдым. Ал енді мен қазір маринадын дайындаймын. Маринадын көрсетейін. Мінекей 2 литр су дайындадым. 2 литрлік банкеге 1 литр су расчетпенен. 1 литр суға 1 ас қасық тұз толтырып саламыз. Менде 2 литр 2 ас қасық тұз салдым. Қант 1 ас қасық қант 1 литрға аса толтырмай бұны. Менде 2 литр 2 ас қасық қант салдым. Лавровый лист 1 банкаға 2 штуктан 4 штук салдым. Гвоздика 4 штук 2 банкаға 2 кеуден. Қара бұрыш 15-20 шақтыма шамалап салдым. Жақсылап араластырып, кішкене сұйық май, 1 литрға 1 ас қасық сұйық май. Менде 2 литр 2 ас қасық сұйық май қостым. Араластырып қайнағаннан кейін жаңа капустаға құятын боламыз. Сәттерді суреттер тұр ғой санада 24-те жет ойлам Oh my love, oh my mind көздеріңнен айналайын өзіңді ойлай берем айға қарап жанарыңды айдан ұрап іздеймін мен айға қарап сезімдерім саған ашық түніменен бала ғашық кездесе ек алла ғашық кездесуге шықша келем саған түнімен түнгі сағат 1-де сені ұнатқан гүлменен айтылады бірде айтылмаған бірдеңе қайталанбас мүлде махаббат қой бұл деген көзіме сенен басқаларын ілмеймін өзіңнен жаным басқа адамды білмеймін байланым саған жаныма жақын адам бұл біздің роман әлі де жазылмаған. Ал достар, бәрін турап болдым. Енді мына үлкен шараға бәрін салып араластырып негізі жаңағы мен банкіге салып тыныш қызым банкіге салып нетем, мен маған осылай бәрін бірге салып араластырып алып салған ұнайды да. Ал банкіге слой-слой қылып салуға да болады, бірақ ол маған кейін алып жеген кезде ол кішкене ыңғайсыздау. Сол себептен мен бәрін бірінші сразу араластырып аламын. Морковь, қызылшаны теркадан да өткізіп алуға болады. Мен енді осылай қолмен турай салдым. Болгар бұрышы, чеснок, қызылша, зеленді ірі-ірі қылып турадым. Осының бәрін қазір араластырамыз.
қызылша кішкене қызыл түс беріп, кішкене қалай түсі әдемі болады да. Ас көпті енді міндетті емес қосуға, болгар бұрышы да міндетті емес. Менде бар болған соң бәрін қосып жатырмын. Ас көпті енді көп адамдар ұнатпайды, қоспауға да болады. Біз енді бәрін жей береміз, бізге ұнайды. Сол себептен бәрін қоса береміз. Капустаны да бұдан майдарақ қылып та турауға болады. Енді әркімнің кімге қалай ыңғайлы, солай мен бұл жолы кішкене ірілеу қылып турадым. Мінекей достар, араластырып қойдым. Қазір банкіге салып жайғастырамын қазір. Мінекей мынандай 2 литрлік банкі дайындап қойдым. Осыған шетінен салам. Кішкене басып саламыз. Мінекей достар, осылай салып алдым. Қазір мынау жөте тағы бір банкі дайындаймын ғой деймін. 3 банкі шығайын деп тұр. Қазір мынағанда дәл осылай толтырып аламын. Ал мінекей достар, мен капустам осылай міне 3 банка шықты. 2 литрліктен. Қызым міне қасымда жағаласып, былай человечек жасап қойыпты міне. Сәлем де. Сәлем. Жан. Мен істедім, мама, мен. Сен істедің ба? Да. Жан, мақұлы көп қой мен қызым. Қазір міне маринады дайын, қазір маринадын бірге құямыз. Мінекей достар, маринадым қайнап жатыр. Енді мына 70% уксус, 1 литрға 1 шай қасық уксус құямын, 70%. Енді мұнда 2 литр, 2 шай қасық құямын. Мінекей, болды. Мінекей, болды. Енді 1 минут қайнайды, сосын алып банкіге құямын қазір. Ойлай берем айға қарап, жанарыңды айдан құрап, іздеймін мен айға қарап сені. Сезімдерім саған ашық, түніменен бала ғашық, кездесейік дала ғашық, бала ғашық. Мінекей достар, үшеуіне де міне маринадты құйып қойдым. Астына осылай ыдыс қоямыз, өйткені мынау 1-2 күн тұрып, мынау кішкене ашу керек, сол кезде су тасып төгілуі мүмкін. Сол себептен астына ыдыс қоямыз. Бетін осылай өз крышкалармен жауып қоямын. 2-3 күн, может 4 күн тұрады, осылай комнатның температурада осылай тұрады. Мінекей қызылшаның түсі әдемі, бұл осылай әдемі түс береді. Әрі десе жегенде де маринованный қызылша дәмі өте дәмді. Ал енді 2-3 күн тұрады, 2-3 күннен кейін дайын болған тағы да көрсететін боламын.
Баршаңызға қайырлы күн достар. Мынау жаңағы капустаның бүгін 3-ші күні, мынау турап маринадын құйғаннан кейінгі 3-ші күні міне бүгін. Кішкене ашыды бүгін кішкене. Ашқанда сондай быжытпау керек, просто кішкене бір неткенін көрсеңіз бүлік ауасы шығып жатыр. 3 банкамда уже дайын. Кеше ашып қарағанда бұндай нетпеген еді. Бұған қарасам кішкене ашып, беті бұжырлап тұр. Сондай ашытып жүрмеуіміз керек. Шамалы ашып нетсе, сонда дәмі әдемі болады. Қазір мен тарелкаға салып көрсетемін. Мінекей достар, міне тарелкаға салып қазір. Бәрін араластырып салғанның осындай жақсы да, міне араластырмай сразу аластарда осылай тарелкаға салып жей бергенге өте ыңғайлы. Ал слой-слоймен салған, ол кішкене осылай банкіден алған кезде кішкене ыңғайсыздау. Сол жағы кішкене не. Ал былай осылай араластырып салсақ, осылай сразу салып жей бергенге өте ыңғайлы. Мінекей достар, міне қызылшаның дәмі түсі осылай капустаға осылай әдемі түс беріп тұрады. Енді бұны осылай неткеннен кейін енді біз май қостық. Май қосу міндетті емес, бірақ пияз турап, пияз араластырып жесек өте дәмді болады. Қытырлап, дәмі өте керемет. Ал достар, міне капустамыз осылай дайын болды. Ал енді менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтам баршаңызға. Баршаңызға мың алғыс. Менімен болғандарыңыз үшін, менің каналыма тіркеліп пікір жазып, жақсы лебіздеріңізді білдіріп жатқандарыңыз үшін үлкен рахметімді айтам. Ал енді келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.